Hayırlı gün dostlar, barşalarınızga sәлем. Videoda көріп тұрғаныма сіздерді қуаныштымын. Бүгінгі жасалатын тамағымыз окорашкадан жасалатын духовкаға пісетін тамақ. Негізгі біз окорашканың өзінен жасаса болады. Біз қастананда қоспалар қосатын болдық. Паприка, лавровый лист, для курица, арнайы өзінің приправасы пакетке салынып пісетін. Екі болгарский перец, екі картоп, бір сәбіз, пияз, жарты чеснок, тұз. Осыларды аршып, турап, араластыратын боламыз. Араластырып, бір сағатқа қойып қоямыз мариновка. Содан кейін барып пакетке салып, пешке салып пісіретін боламыз. Ары қарай көретін боласыздар қазір. Қалай жасайтынымызды. Сәбізді өстіп майдалап турайтын боламыз. Мінекей осы туралған сәбізді мына бағанағы екі аяқ окорашка туралған соған саламыз. Сосын болгарский перец бағана екеуін турап бастаймыз. Туралған болгарскийді жасалатын боламыз. Енді картопты бір жарып, үлкендеу турайтын боламыз. Осы картошканы да салатын боламыз. Мінекей енді пиязымызды тураймыз. Турайтын боламыз. Piyazı da üstü salatın bolamız. Endi mana shu so'tlarimizni maydalab turayotgan bo'lamiz. Do'stlar, meniki bir shay qoshiqdan tuz solатын bolamыз. Itarda жарты qoshiqdan ko'p tuz solamiz. Екі tuz soldik. Endi buni для курица degandan o'zlaringiz qalag'ancha qo'shsangiz bo'ladi. Men azg'ancha qo'shaman. Примерно шай qoshiqdan 1,5 qoshiqda qo'shsangiz bo'ladi. Bundan keyin paprika deganni qo'shатын bo'lamiz. Qancha mo'ljalda qo'shsangiz o'zlaringiz bilasizlar. Biz 2 shayli qoshiqday примерно shunday qo'shатын bo'lamiz. Kızartıp әдемі болып пісу үшін. Лавр жапырағынан 4-5 қосамыз. 6 жапырақ қостық. Енді мынау өзінің арнайы пісірілетін осы пакеті, ішіндегі переправасы. Қазір марина 1 сағат болғаннан кейін осы пакетке салып пісірілетін болады. Енді жақсылап араластыратын боламыз барлығын. Мінекей өстіп барлығын араластырып алдық. Енді біз аузын жауып 1 сағатқа қоятын боламыз. Одан кейін жарты сағатта тағы бір араластыруымыз керек болады. Осылай 1 сағатқа қоямыз. Мінекей бағанағы араластырып болған мариновкамыз дайын. Енді тағы да жарты сағаттан кейін араластырамыз дегенбіз. Соны араластырып көрсетейін дегенім. Осылай араластырып, әбден сіңіру үшін осылай араластырамыз, астын үстіне шығарамыз. Осылай не қылып, енді бір 20 минутқа қоямыз да пакетке салып, пешке салатын боламыз. Ана маринад алған тауық етін
мындай пакетіне арнайы салатын боламыз. Араластырып. Мінекей барлығын салып болдық пакетіне. Тапаның астына кішкене май жақтық, жабысып қалмас үшін. Енді 220 градусқа пешімізді қойып қыздырып қойғанбыз 10 минут бұрын. Соған салып 45 минут пісіріп алатын боламыз. Негізгі сіздердің пештеріңіз қанша градуста қызатынын өздеріңіз градустарына қоя аласыздар. 200-ге, 250-ге, біз 220-да қызатпыз. Сондықтан 45 минут, 40 минут қойып пісіріп алатын боламыз. Ендігі видеоның жалғасын пісіп болғасын көрсететін боламыз. Достар, мінекей дайын болды. Осы тұрғанда пештен шығардық. Енді ыдысымызға салып, дастархан басына апарып, дәм көретін боламыз. Достар, біздің каналға тіркеліп, комментарий жазып, қоңыраушаны басып кетіңіздер. Сіздерден өтініш. Bismillahirrahmanirrahim. Мінекей. Вах, астынай. Тарапат қысай ғой. Мінекей достар, тамағымыздан дайын болыпты. Күшті болып тұр, маған өзіме ұнап тұр. Енді дәмін көрейік қанекей. Бәрі тамаша болып пісіпті. Өздеріңіз де базардан сатып алмай, кафеден ішпей, үй жағдайда осылай дайындасаңыздар болады. Келесі кездескенше сау саламатта болыңыздар.